Сөйлегенде бетінің бірде-бір жасушасы қозғалмайтын, мимикасы мүлдем жұмыс жасамайтын адамды елестетіп көріңізші. Ол примерно мынандай адам. Достар, лайк басуды ұмытпаймыз. Ал мимикасы өте белсенді, эмоциясы бет әлпетінде тұратын адам примерно мынандай. Әрине, сіздің мимикаңыз Джим Керри, мистер Биндікі секілді өте белсенді болмаса да, дәл мынандай болмауы керек. Сәлем, менің есімім бүгінде Мадина. Мен актриса әрі педагогпын. Өзімнің каналымда сізді еркін сөйлетуге тырысып жүрген жайым бар. Сондықтан да сұратпай-ақ каналыма тіркеліп, лайк қойып кетсеңіз, менің мимикам примерно осындай болады. Сонымен бүгін 3-ші сабақ. Егер сіз осыған дейінгі 2 сабақты көрмеген болсаңыз, барып көріп шығуға кеңес беремін. Өйткені сатының 1-ші, 2-ші баспалдағына аяғыңызды қоймай жатып, бірден аяғыңызды 3-ші баспалдаққа қою қалай мүмкін болмаса, бұл сабақтар да сондай. Сондықтан сабақтарды ең басынан көргеніңіз абзал. Бүгінгі 3-ші сабағымыздың тақырыбы өзіңіз байқағандай мимика. Неліктен мимика жайлы сөз қозғап жатырмыз? Адам таза, еркін, анық сөйлеу үшін мимиканың тигізер пайдасы орасан зор. Жалпы мимика дегеніміздің өзі гректердің еліктеушілік деген сөзінен шыққан. Мимика адамның ішкі көңіл күйін, эмоциясын білдіретін бірден-бір құрал. Мысалы, сөйлегенде бетінің бірде-бір жасушасы қозғалмайтын, эмоциясы білінбейтін, қазақтың жалпақ тілімен айтқанда, саз бет адамның әңгімесін ұзақ тыңдау, ол адамға ұзақ қарау сізге қаншалықты қызықты? Ойланып көріңізші. Неге біз белгілі бір адамдардың әңгімесін сағаттап тыңдай аламыз? Ал кейбір адамдардың айтқан әңгімесін, айтқан ақпаратын, оқыған лекциясын, айтқан сабағын тыңдаған кезде біз бірден шаршап, ол адамның әңгімесінің неден басталғанын ұмытып қаламыз және деп есіне отырамыз. Түйін мынада. 1-ші жағдайда адам дауысын қатты шығарып, дауысын мың құбылтып, мимикасын қосып, жест қосып, адамды қызықтырып сөйлейді. Ал 2-ші жағдайда адам дауысын ақырын шығарып, монотонды, яғни бір сарынды сөйлеп, және мимиканы мүлдем қоспайды. Мы будем жить! Нет, мы умрем! Осы жерде бір қызық әңгіме айтайыншы. Естігендеріңіз бар ма? Әсіресе үлкен кісілеріміз белгілі бір адамды айтқанда, ой Аллай, соның беті бір бүлк еткен жоқ қой шіркінай. Беті бір бүлк еткен жоқ. Немесе, әй, соның беті бір саз бет. Беті сазданып тұрады деп айтып жатады, е? Әрине, үлкен кісі болғаннан кейін, сол баланың мимикасы жұмыс жасамайды екен, эмоциясын көрсете алмайды екен деп айтпайды. Олар көбіне қазақтың жалпақ тілімен беті бүлк етпейді екен, саз бет екен деп айтып жатады. Егер сіздің мимикаңыз бай болса, мен сізді құттықтаймын. Ал егер мимикаңыз кедей болса, менің қазір беретін 2 жаттығуымды міндетті түрде менімен бірге жасаңыз. Мимикаға арналған 2 жаттығу. 1-шісі, қалыпты жағдайда тұрамыз, қолымызды бір-біріне үйкелеп қыздырамыз. Қанекей, кеттік. Алақанымыз қызып жатыр. Енді осы қызған алақанды бетімізге қойып, бетімізді
жылытып аламыз. Біраз ұстап тұрып, бетімізді жылытып алдық. Енді екіншісі, тағы да қолымызды бір-біріне үйкеп, алақанымызды жылытамыз. Одан кейін бетімізді ысқылаймыз, яғни бетімізді оятамыз. Бірінші маңдайымыздан бастаймыз. Жоқ дегенде 10 рет жасаңыз. Одан кейін қайтадан алақанымызды ысқылаймыз. Енді екі бетімізді былай ысқылаймыз. Бетіміз оянып жатыр. Қан айналым жақсарып, бетімізге қан жүгіріп жатыр. Жарайсыз. Келесі жаттығуымыздың атауы өте қызық. Шыбын. Кәдімгі ызыңдап мазамызды алатын шыбын. Ол жаттығуды жасау үшін қалыпты жағдайда тік тұрамыз. Қол аяғымыз, басымыз мүлдем қозғалмайды. Енді елестетіңіз. Сол бір қара шыбын келіп, ызыңдап келіп сіздің шекеңізге қонды. Енді сіз басыңызды, денеңізді қозғалтпай, тек қана мимикаңызды қозғалту арқылы сол шыбынды ұшырып жіберуіңіз керек. Бірақ ол шыбын сондай бір беймаза болғаны соншалықты. Ол ұшып келіп енді сіздің мұрныңызға қонды. Мұрныңыздан ұшырдыңыз. Ол ұшып барып сіздің бетіңізге қонды. Бетіңізден ерніңізге қонды. Ерніңізден қайтадан шекеңізге қонды. Құдай-ау, бетіңіздің бүкіл жеріне қонып шықты. Ал сіз мимика арқылы сол шыбынды ұшырып жіберуіңіз қажет. Ал енді өзімнің мысалымда көрсетейін. Шыбын жаттығуы. Бүгін сізге бір тапсырма беремін. Айналаңызды бақылаңыз. Таныстарыңыздың арасында мимикасы кедей адам болса, осы видеоны поделиться етіп, сол танысыңызға жіберіңіз. Оған да пайдасы тисін. Ал бүгінгі сабақ дәл сізге пайдалы болғанына сенімдімін. Ендеше келесі 4-ші сабақты жіберіп алмаңыз. Еркін қозғалыңыз, еркін сөйлеңіз. Әлем сізбен әдемі екенін ұмытпаңыз.